Сәлем достар. Жылы қайнап басылған жылы суға дрожжымызды саламыз, араластырамыз, қантымызды саламыз, тұзымызды саламыз, араластырамыз жақсылап. Дрожжы бір келкі болып ерігенше араластыра беруіміз керек. Сосын майымызды құямыз. Ол бізде пісте май. Осы пісте майды құйып болған соң тағы да бір келкі қылып жақсылап араластырып алуымыз керек. Және ұнымызды саламыз. Осылай ұнымызды кішкене бөліктерге бөліп саламыз. Осыны бір араластырып алып, ұнымыздың келесі бөлігін осылай қолмен жақсылап араластырып алып, түйінсіз жақсы бір қалыпқа келтіруіміз керек. Осылай қамырымызды ыдыстан түсіріп алып, жақсылап қолымызбен илеп аламыз. Бір қалыпқа келтіріп, беті гладкий, қолға жабыспайтын қамыр болған кезінде, жұмсақ қамыр болған кезінде доғарамыз. Енді ыдысымызды да майлап, қамырымыздың бетін де майлап көтерілуге дайындаймыз. Ыдысымызды осылай майлайтын болсақ, қамырдың көтерілуіне жақсы көмектеседі. Енді бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз үлпектей болып көтерілді, пиццаға да, булочка жасауға да бола береді.